Кудан боламыз дейді. Кудан боламыз деп айтады. Сөйтіп, оны барлығы содан бері Қызылтепек деп атап кетеді екен. Ол анасы бір күні қызына айтады: "Сен әжеңнің халын біліп кел, науқас көрінеді" дейді. Оған мына күлшенан мен бір омыра майда апарып барлығы аштан қалады. Жақсы, осы жердегі айтайын деген түйінін айтшы. Осы бармақтай қалады, не үшін бармақтай қалады? Бармақтай бала бұл өйткені өте еңбекқор, барлығына көмектесетін болған. Оны әкелері орманға тастап кетеді. Егер сен ұл тусаң да қыз туса да қалай, сен баланы баға. Әкесі айттырып келді. Өзінің бір сенімді уәзіріне тапсырып алып келеді екен. Тіпті оның қандай әс екенін уәзірі де білмеген. Бір күні Ауыл адамдарының еңбекқорлығы және сол жердегі патриотизмі. Ол кішкентай кезінде атастырған мамықты екеуі бір-бірін кішкентайдан жақтырмаған болатын. Сондықтан да оған әжесі сен өз қалаған жерлерге тұрмысқа шығасың деп оған өзінің үйіне еркін береді. Ол 20 жасына дейін тойларда, басқа жақтарда жүреді. Кемеде хирург болып жұмысқа тұрған едім. Кеме жүрген кезде жолда өте қатты дауыл басталады. Ол дауыл 19 сәуірге дейін созылады. 19 сәуірде одан сайын күшейіп бастайды.